складта тұрмын, складқа мынаны қойдың ғой, сәулені қойып қойдың ғой. Сәуле удостоверение көрсетші, точно сен сәулесің ба вообще? Ойнай айтамын, иә, мен сәулемін деп қояды. Бәрі нормально, не переживайте, осылай қол ұстасып, нетіңдер, бірге жүре беріңдер. Все, рахмет айналайын. Отыра беріңдер. Отырсаңдаршы құрсын, демалып. Айгерімше, енді күйеуге тиіп атқан қыз ұқсап жүргенің не қарағым ау? 5 бала тудың ғой, бір ат дүші жүрсінші. Тойың ғой бүгін, тем более. Дұрыс па? Есаға тиме ана қызға, ұрыспа. Иә? Ұрсатың бар дейді ғой, көкпеттен. Ойнайтам. Шабала құрмет қошеметтеріңіз. Ал енді қадірменді ағайындар, мына жерде неше түрлі сый сияпаттар бар. Мынау деген бар ғой енді. Мынадай той болғандарманда, болмағандарманда. Мына қараңыздар қандай керемет сый сияпат. Мына жерде енді кез келген қыз келіншектер тойға болсын, концертке болсын, әйелдер күшті дайындалады. Прическа жасатады, новый киім сатып алады. Бізде ер адамдарда новый киім деген жоқ. Бізде өзі екі-ақ киім бар. Ұзын жең, қысқа жең. Бізге новый керек жоқ. Бізге жағасы таза болса болды. Міне жағасы тап-таза болып келіп отыр. Ағаларымыз лучший прическа номинациясы бойынша бірінші орын алған адамға мен мына подарканы беремін. Лучший прическа жасатып келгендер бар ма? Прическа жасатқандар. Жеңеше кім бар? Келсеңізші ортаға. Келіңіз. Сіз де келсеңізші, жеңеше. Келсеңізші. Шығыңыз, лучший прическа. Так, мына столда лучший прическа. Мына столда полный алба-жұлба. Сен ойнай айтам. Кәне, шықсаңызшы ортаға. Жеңеше, шығыңыз. Шпилкіңіз шығып кетті ма не? Ой, осындай бір уыс шаштың ішіне 25 шпилка тығады. Так, кім бар қыздардан? Қыздар, келсеңізші. Кәне. Қаяқта? Кім? Келсеңізші енді шықсаңызшы. Оля, не деген прическа мынау құдай. Баяғы 2000 жылдардағы выпускойдағы қыздар сияқты. Мына балада вечный прическа ғой, көкем. Бара беріңіз. Так, сіз жеңеше шықпайсыз ба? Басым жумағам? Мейлі енді, көрініп тұрған жоқ бірақ. Шықсаң, шүрсіңіз, мен күшті подарок беремін. Құдай жүрек шашын. Өзің шашыңыз ғой, болды, жүрсеңізші. Так, ойбай, не деген қыздар шықты, жандарым. Ақ көйлектегі қыз, құдай, қатты шақ жасамай, көрініп қалады екен. Так, танысып алайық. Атыңыз кім, жеңеше? Сәрсенкүл. Кім болып келесіз? Есейдің көршісіміз. Есейдің көршісі. Прическаңыздың аты? Білмеймін дейді. Ойбай, ондай да прическа болады екен. Атыңыз кім? Бақытгүл. Кім болып келесіз? Коллектив. Есей қайда жұмыс? Мақтаралда жұмыс істеймін. Сіз Мақтаралда кімнің коллективісіз? Есей ағам. Есей қаяқта жасайды? Бастық қой. Есей сен бастықсың ба? Ойбай, мен сен 36 мың теңге зарплатаға жұмыс істейтін шөпір деп ойлап жүрмін ғой сені. Бастық болсаң, кешірші, мен сенбеп едім басында. Құшақтап қояйыншы, сен байларды жақсы көрем. Жұғысты болсыншы саған. Бүйтіп, жақын тұрыш, жақ көкем айналай. Мақтарал ауданында сіз сонда мынадай сұлу түріңізбен қаяқта жұмыс істейсіз? Кім боп? Айтпай қояйын. Қамыр жаям? Мақта теретін жерде қамыр жайып не ағыр үшін сен? Самса түйіп, самса сатып жүрсің ба? Мақтарал деген кафе ма? Ой, кафе деп айтсаңшы, мен сізді бүткіл қырғын қатын жинамап, мақта терткізіп қойып жүрма демейін ба, Есейді? Молодец, кафеде жұмыс істейсіз, прическаңыздың аты? Шашыңа не істегеніңді білмейсің ба сонда? Мода? Ойба. Жеңеше, привет. Атыңыз кім? Айнұр. Кім болып келесіз? Көршісі, әрі сіңлісі. Көршісі, әрі сіңлісі. Или көршісі бол, или сіңлісі бол. Екеуі де мо? Екеуі де боласыз. Прическаңыздың аты? Зың-зың. Зың-зың. Ойбай, мына қарасаңдаршы. Зың-зың прическа деген осындай болады қарағым. Ана екеуі өзі шығып кеткен ба, или специально шығарып жібергенсің ба? Зың-зың қылып, жеңеше, сіздің шашыңыз кәм, пиво ішетін шетшіл сияқты екен. Атыңыз кім? Бағила. Кім болып келесіз? Коллектив тоже. Тоже Мақтарал кафесіндесіз, Атыңыз? Бағила. Бағила. Прическаңыздың аты? Корея. Қарағыма, өзің білмейсің ғой не істегеніңді. Сен просто шашың тарап келген сияқтысыз, үйісіп тұрған жерде. Ұйқыдан тұра салып келген сияқтысыз. Нормально келдіңіз ба? Корея дейді шашының аты. Вау, жеңеше, атыңыз кім? Тамара, кім болып келесіз? Коллектив, тоже Мақтарал кафеде. Кім болып жұмыс істейсіз? Повар. Ой, міне поварға бірді қол шапалақ. Кафенің поварын ешқашан жынына тимеңдер. Ішіне түкір жіберуі мүмкін. Өзің әлдеқандай отқан кезде. Прическаңыздың аты? Тамара. Құлақтан тебе сал Тамара дейді.
ешқандай прическаның аты жоқ, просто үлгергенімше жасадым десеңізші. Лучший приз номинация бірінші орынға кімдікі болғанды? Осы зың-зың ау дейм осы, е? Зың-зың ба? Ай, зың-зыңға беріңдерші, зың-зыңға. Зың-зыңға мынаны берейінші, мынадай күшті шаш жасайтын прическа. Зың-зың, пың-пың, тық-пық, сық-сық деген прическалар жасай беріңіз. Мынау сізге жеңеше, сіз поварсыз ғой, мынау керек болады сізге. Мынау үтік, айналай, мынау сізге Мақтарал кәпесінің қыздарына. Мына жерде жеңешеме берсеңізші, жеңеше мынау сізге андай, не? Дейтін ғой. Құтты болсын. Болды, қыздар отыра беріңдер. Рахмет. Зың-зың прическасымен кетті мына қыз. Молодец. Ана екеуін салып қойшы құрсын бір түрлі. Шошайып тұрады екен. Мешат етіп тұрады. Анда тартып, жуып алғым деп тұр. Маған мешат етіп тұрды, көзбе түсе бермеші. Молодец. Ал, қадірменді ағайындар, мына жерде қырғын подаркалар бар, барлығы сіздерге арналады. Экранға назар аударайық. Ойынның аты деген екен. Елімізге танымал спортшылар, елімізге танымал саясаткерлер, әншілердің айтқан сөздері бар. Тіпті тарихи тұлғалардың да бізге айтқан сөздері бар. Для разогрева бірінші оқы және оқы. Кімнің сөзі? Оқы, а? Кімдікі? Кімдікі? А? Ленин? Негіз ол Лениндік емес, ол Құраннан алынған сөз. Оны ана Ленин сақау 70 жыл біздің құлағымыздан тепкен. Оралаға, ойбай, сіз не істейін деп жатсыз, тынышсыз ба? Айналайын. Айтасыз ба? Айтыңыз. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракатух. Құрметті ағайындар, ол Алланың кәлимасы, Құранның бірінші сөзі. Өте тамаша, аға сізге подарок, надай халал үтік. Оң болсын аға. Тамаша. Примерно осындай. Ал, кеттік ал. Мынау кімнің сөзі? Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Кімнің сөзі? Кімнің сөзі? Кел, ортаға билеп шығамыз. Кел, билеп шығамыз. Ола, шап, шап. Хай, хай, хай. Ола, шаба. Браво. Қатты айналмаш қыздың. Атың кім? Ол жалғас. Ойбай, үйдің 5-ші қызысың ба, 4-ші қызысың ба? 3-ші. Мама, әкең шыдамай. Нефтема? Нефтема кетіп қалған ортада. Қойшы. Сол үшін әке-шешеңмен араласпайсың ба? Жоқ. Жоқ дейді, анда-санда дейді. Содан кейін ұлды болды ма? Жоқ. Одан кейін неше қыз болды? Біреуден кейін ұл болды. Соны ұл жалғас дей салу керек та. Саған бір андай Альбина ма, Айгерім деп қою керек та. Кім болып келесің? Қарындас. Кімнің? Аған. Туған ба? Жоқ, ағасының. Ағасының қызысы. Почти бір үйдің адамысың ғой, өз ағаңның тойында подарка алмайтын шығарсың, отыра ғой қарағым. Ағаңа наоборот көмектес. Жүда шығып келатқан қарасай бұл. Билеп. Абырай Алтынсарин, ба? Кім? Сіз ба айтқан? Келіңіз, билеп шығамыз. Билеп. Хай, 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 хай. Шара. Хайда. Рахмет. Ойбай. Рахмет, ойбай. Сендерге билеуге бола ма? Болады екен ода? Ой, жаным. Атың кім? Айзат. Кім болып келесің? Көршісі. Көрші. Бәші, немене бәле? 2 көше сатып алған ба, есей? Көршіден басқа ешкім жоқ қой, қарағым ау. Қалайсыз, кім болып жұмыс істейсіз? Үйдем. Үйдесіз ба? Ана Қостанайдағы имам не болды екен? Аман ба әйтеуір? Білмейсіз ба? Дұрыс жауабы? Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин. Мынау сізге құтты болсын, айналайын. Аман жүр. Құдай. Ана қарындасына да берші, бір қарындасына. Ренжіп қалған сияқты ғой, маған берші, апарып берші. Көйлек киіп келген несі бар ғой, еңбегі бар ғой. Еще нефтему кетіп қалған ғой, 3-ші қыз болып. Ол жалғас болып. Соның өзі бұған психологический давка ғой, қарағым. Қалай бәрі жақсы ма өзінде? Шүкір. Кіммен келдің? Күйеуіммен. Күйеуің қақта? Неге бөлек отырсыңдар? 3 база бірге отырды. 3 бажа? Қайсы үшеуі? Ойбай, 3 қыз қаяқта? Үшеуің ба? Ойбай, әдемі қыздар алып апты ғой, түрлеріне қарамай, Бақтары бар да? Чөті бұл көп сөйлеп тұрған сияқтысың. Бағы бар ғой, 3 бажа бірге отырады ғой, деп. Не постоянно тисе бересің осы күйеуіңе? Десең, қалайсың, жақсысың ба? Бажалар молодцы, бажа күшті ғой вообще. Отырып алып қайын жұртты бірге жамандайтын шығарсыңдар да? Ондай жоқ па? Сен страшно өсек айтатын сияқтысың негізі. Так, ары қарай жалғастырайық. Кеттік ал.
Отец русский, мать кореянка, ал мен қазақпын. Кімнің сөзі? Кімнің сөзі? Кәне, кімнің сөзі? Отец, келіңіз, көк көйлектегі. Келіңіз. Ола, шап. Стоп, неге билеп шықпай жатсың? А? Осында билеймін. Осы жерде билейсің ба? Жібер. Оба! Молодец. Үйде отырған келіншегін көріп тұр, прям іш пысып тұр ғой кәдімгідей. Атың кім? Мереке. Кім болып келесің? Нағашы. Нағашылары, яғни Айгерімнің, Есей ағаның нағашылары. Кім болып жұмыс істейсіз? Үйде ғой. Пока үйдесіз ба? Декреттесің ба? Көп балалы. Көп балалы, неше балаң бар, құдайы? Бесеу. Бесеу? Қашан күйеуге тиіп едің? 18 жасымда. 18 жасыңда? Кім айтты саған о жақта күшті өмір бар деп? Ал, 5 баламен. Кім 5 баланы? Қайсысы ол? Кәне, күйеуі. Нау ма, апарып? Нау ма, 5 бала жасап жүрген? Уйба. Вообще тынымсыз екенсің. Біреудің қызын алып алып, не болды сонша? Сәл демалсын да я. Молодец, дұрыс жауабы. Головкин. Головкин. Мынау еще бокс қарап жүрау деймін соған қарап. Бір күні бір ұрып ұйықтатып тастамасын сені. Сақ қош, бокс қарауы жаман. Дұрыс, шапала, құрмет, қошемет. Мынау сізге ішінде 28 вилка, 14 қасық бар. И бір пышақ бар, а? Шақырам ғой тамаққа. Тамаққа? Мені ма? Күйеуің жоқта ма? Шынды. Тамаққа шақырам деген несі? Мен, ладно, айтпай қойын. Ішінде бір пышақ бар, пышақты алып қойшы құрсын. Кім күйеуі? Әйелің страшнанда не екен андай? Жынданып жүрген сияқтысың ғой сен, я? Ал кеттік ары қарай жалғастырамыз. Дикий қабан, не дикий қабан, добрый қабан, не добрый қабан. Кімнің сөзі? Кімнің сөзі? Стоп. Неге настроениесіз шықтыңыз? Жақсы, керемет. Бүйтіп шығып келесің ғой, ұйқың қанбады ма? Атыңыз кім? Алтынай. Кім болып келесіз? Осы әулетке келін болам. Келінсіз ба? Сосын құтыра алмай жүргенің, е? Негізі жаман құтырасың ғой да? Жоқ. Жоқ дейді. Кім болып жұмыс істейсіз? Оқытушы. Оқытушы, мұғалімсіз, е? Қай пәннен? Биология. Биология? Ойбай, іш құрылыс па? Андай бір күшті не тұратын еді ғой, шандай. Әйелдер мен еркектердің, ладно. Биология сондай күшті сабақ еді, ми ашытатын сабақ еді. Дұрыс жауабы? Нұрлан имам. Нұрлан имам ғой, дұрыс қой, Ақкөкем. Құтты болсын, рахмет. Аман болыңыз, мұғалім, ұстаз. Біз сіздің алдыңызда басымызды иеміз. Карантинге дейін сіздерді менсінбейтін едік. Карантиннен кейін сіздің қадірлеріңіз артты. Өйткені біз өз баламызды өзіміз оқытқаннан кейін түсіндік қой, қаншалықты тупой ата-ана екенімізді. Рахмет, аман болыңыз. Так, ары қарай жалғастырамыз. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Кімнің сөзі? Кімнің сөзі? Кімдікі? Келіңіз, ақ көйлектегі жеңешем. Мен мына жерде өліп талып билеп жатырмын ғой, бір поддержка берсеңізші. Басым айналып кетті. Атыңыз кім? Айгүл. Кім болып келесіз? Айгерімнің нағашы әпкесі. Айгерім нағашы әпкесі. Айгерім төркінің келді. Айгерім! Дұрыс подарка берейін ба? Бағанағы 15 мыңнан жоғарыларды мен төркініме бер деп жатыр едің ғой. И ойнап айтам құрсын. Айгерім шошып кетті. Кім болып жұмыс істейсіз? Мұғалім. Қай пән? Музыка. Музыка? Ойбай, андай до ре ми фа сол ля си дейтін ба? Иә. Қанша жыл болды істеп жатқаныңыз? 15. 15 жыл. Дұрыс жауабы? Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев қой, мынау сізге құтты болсын, аман болыңыз. 15 мыңнан жоғары мынау. Өз бағасына беріп жатырмын, 8 мың теңге. 701. Каспиге аударсаңыз şimdi. Ойне айтам, шабала, құрмет, қошеметтеріңіз. Жеңешемізге бірді ол шабала. Ары қарай жалғастырамыз, слушаем. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Кімнің сөзі? Жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Кімнің сөзі? Кімдікі? Кімдікі? Келіңіз жеңеше ортаға. Атыңыз кім? Кім болып келесіз? Айгерімнің әпкесімін. Айгерімнің әпкесі. Туған әпкесіз ба? Әпшесінің қызымын. Әпшесінің қызысыз. Қайдан келдіңіз? Шымкенттен. Шымкентте. Кім болып жұмыс істейсіз? Медбике. Медбике. Ойбай, қойыңызшы. Құйрықтан укол жайлап, е? Енді. Да, молодец. Дұрыс жауабы? Тоқаев. Тоқаев, енді президенттің аты жөнін айтсаңызшы, дұрыстап. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Дұрыс. Или Путин құсап айтпадың ба? Кемел Жемелевич деп. Так, мынау сізге құтты болсын.
былай істейікші, сіз әпшесіз ғой, иә? Жүріңізші. Ойбай, сізде кете береді екенсіз любой адам артынан, иә? Сұрамайсыз ба, қаяқ қалып баратсың деп қарағыма. Маған сенесің ба? Ойбай, мен қатыным сенбейді, маған сенбей құрсын. Былай істейік, мына жерде сіз әпшесіз ғой. Әйгерімдей қызды бізді дүниеге әкеліп, бізге осындай Әйгерімдей биязы келінді сыйлағаныңыз үшін өзіңіз ұнаған бір подаркын таңдаңызшы. Любойын, вот өзіңіз, пожалуйстаңыз, любойын таңдаңызшы. Қайсысын таңдайсыз? Өзіңізге ұнаған, любой, пожалуйста. Ол кімдердікі? Нағашыларға ол? Так, не беріп едік бағана? Надай сковородка береміз ба? Жоқ, мына таңдауыңызда берейінші сізге. Құтты болсын. Ішінде 6 сковородка бар. Біреуін күйеуің дурасын. Сен ойнай айтам. Шабала, құрмет, қошемет. Рахмет. Ал, арғарай, слушаем, внимательно. Ақырын жүріп, анық бас, таста бұны, ауыстыр басқасына. Кеттік. Басқасына ауыстыр. Неменеге соны жасамасқа, неге жасамасқа соны жасау керек қой. Кімнің сөзі? Келіңіз, орамалдағы жеңешем, ортаға. Билеп шығамыз. Ола! Шап! Шала! Хайя! Рахмет. Апамма өзім жақындамасам биыл келетін түрі жоқ қой апамның. Жеңеше, құдай, атыңыз кім? Қалдыгүл. Кім болып келесіз? Әпшесі болып келем. Есейдің әпшесі. Дұрыс жауабы? Абай. Абай Құнанбаев. Неменеге соны жасамасқа, неге жасамасқа, соны жасау керек деп айтады деп ойлайсыз ба? Кімдікі? Абай. Нағашы апасы ғой, бере салайықшы. Ақкөкем құтты болсын. Дұрыс емес жауабы. Конечно, дұрыс емес. Кімдікі? Кім? Жеңеше келіңізші ортаға, билеп шығыңызшы. Оба! Хей! Хайя! Шара! Шап! Айда молодцы! Атыңыз кім? Нұргүл. Кім болып келесіз? Құдағи. Қойыңызшы, әулеттің. Қыз беріп атыз, қыз алып атыз? Қыз алдың. Қыз алдыңыз, иә? Бізден. Қызымыз қаяқта? Кәне. Мына қыз ба? Мына балаға алып бердіңіз ба? Қайсы балаңыз? Құдай, қашан үйленді? 4 жыл болды. 4 жыл болды. Келін қалай, ұнап жатыр ма? Жақсы, Аллаға шүкір. Саған ұнап жатыр ма? Иә. Бақыттысың ба? Иә, шүкір. Кім деп айтасың енеңді? Мама деп айтам. Қаша. Сал, енең Сарыағашқа кетіп қалды бір апта демалуға. Жоқ кезде кім деп айтасың? Мама деп айтам. Қаша. Шынымен ба? Молодец. Неше перзентің бар? 2. 2 4 жылда? Мама, құтты болсын немереңіз. Дұрыс жауабы? Нұржан Төлендиев. Берейік құдағисыз ғой енді. Жауабы, қаяқтан көріп жүрсіз? Неден көріп жүрсіз? Рахмет, енесіне рахмет. Кімге жақындайын? Кім? Ермахан Ибраим. Дұрыс қой, сол ғой. Кім болып келесіз? Атыңыз кім? Салтанат. Кім болып келесіз? Жиен келін. Кімге? Есейге. Есейге жиен келін. Осы әулеттің жиен келінсіз. Дұрыс. Ермахан Ибраимов. Құтты болсын. Айналайын. Енді, мынаны берші. Мына қызға берейінші. Кім? Саған осы әулетке келін болып келіп жатыр екенсің. Осы әулеттің қызысың ба? Жақсы, ештеңе етпес. Кімге бересің мынаны? Ешкімге бермеймін. Апа, ешкімге ештеңе бермейді екен. Тұрда енеңе апарып бер, бар. Сол үшін беріп жатырмын ғой. Енесі, қараңызшы, қандай әдемі келін, биязы сондай. Сіз де сол келіннің қолынан алайын деп жатсыз ба? Алмай-ақ қой, керек жоқ, өзіңе керек. Үйіне апарып бересің ба? 2 күннен кейін енең келеді, дайындал. Үйіне апарып берем дейді. Мына подарка қайдан ғана бердік, құдай. Ары қарай жалғастырамыз, кеттік. Бір рет. Слушаем, не стоит температурить. Джеки Чан. Кімнің сөзі? Кімдікі? Кім? Кәне? Қаяқта? Кім? Келіңіз ортаға. Келіңіз. Кімді? Келіңіз. Ойбай, сіз осы адамның сөзін білесіз ба? Мен таң қалдым. Кімнің сөзі? Ханата. Өлді. Бағана Мағжан Жұмабаевтың сөздерінен неге шықпадың? Айқайладым ғой, көрмедіңіз ғой. Значит, дұрыс айқайланмағансың ғой. Ханата, дұрыс, шабала, құрмет, қошемет. Мынау сізге құтты болсын. Кім болып келесің? Атыңыз кім? Коллектив келіні болам. Коллектив келіні. Екі жақтан да, скоро үшінші жақтан келетін сияқтысың ғой сен,
көрші болып алсай, мыналардың бәрі көрші екен. Жер қалды ма қастарында мына қызды көрші қылып тағып алсай. Ау! Не де? Ha? Екі орын бар дейді, прикинь. Сіз кіммен келдіңіз? Күйеуің қаяқта? Ойбай, күйеуің. Қорқынышты екен, я? Қасында тұруға қорқпайсың ба күйеуіңмен? Екі орын бар дейді, қаяқта екі орын бар? Жер ма? Бәрің жер үйде тұрасыздар ма? Дом ба? Юбилейкада? Қақылдап тұрған қыз екенсің сен. Қақшаң етіп, а? ЖД вокзал жақта. ЖД вокзал? Пойыздың дауысын естисіз ба? Жоқ, естімейміз. Вообще естімейсіз ба? Мына қыз кім? Көрші ма тоже? Что с тобой? Что с тобой фигурой? Сюда иди. Ну-ка, давай, вставай. Доченька, вставай. Тұра ма? Келе ғой, тұра қойшы. Қол аяғы ісіп кетті совсем байғыстың. Бетің ісіп кетті, құдай. Әдемі қыз туайын деп тұрсың ғой. Қыз бала қыздың сұлулығын алады дейді. Атыңыз кім? Алина. Алина, былай қара, халыққа қара. Кім мына фигураңды бұзған? Тамақ. Тамақ? Қойш, бит тамақ жемейді жарсың. Где он? Где он? Кто? Вот это, кто тебе вот это все испортил? На другой той пошел. На другой той пошел? Қойшы. Мына жер қалал болғасын келмеген шығар, я? Жіберетін сияқты ғой күйеуіңді аттың басын. Бұйыртса, қыз бала дүниеге келе жатыр. Мен әулиемін. Ол бала, мен узимін. Қыз, қыз деймін. Жолда ауыстырып жіберем. Так, мына келе жатқан қызыңа фен. Ол деп отырсын ба? Точно ол деп отырсын ба? Кім айтты оны саған? УЗИ. УЗИ оттай береді. УЗИ аппарат китайский. Күйеуі УЗИст па? Сіз көршілер туралы бүкіл информацияны білетін сияқтысыз ғой. Да, дамкомша. Келіңізші біраз әңгімелесейік. Қалайсың, жақсысыңдар ма? Ауыл елдер аман ба? Не жаңалық? Жаңалық жоқ деп қойында. Көршілердің арасында ұрысқа қайсысы? Қарап іздеп отырсың ғой кәдімгі. Ойнап айтам тұрсың. Мына кісі әңгімені жіберейін деп отыр. Көршілер осылай көңілді отырғаныңыз үшін сізге мың рахмет. Бағана басында күшті қатынасып отырдыңызда сізді мен шақыра алмадым просто. Анаға шығып кетті шошаңдап сіздің бұрын. Пысық қой енді, жас қой енді. Құтты болсын. Ал